Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі полиция генерал-лейтенанты Ахметжановтың тапсырмасына сәйкес жалпы құқықтық білім беру тақырыбында 9, 10, 11 класстарға сабағын өткізуге келдік. Бүгінгі сабақ өткізудегі ең негізгі мақсат кәмелеттік жасқа толмаған балдардың арасында қылмыстық жауапкершілікке тартылу жасын түсіндіру, және де зорлық-зомбылық қылмыстарының алдын алу, және де есірткі қылмыстарын болдырмау мақсатында бүгін лекцияны оқыдық. Лекция өте тартымды. Біздің оқушыларымыздың арасынан да көптеген өздерінің туындап жүрген сұрақтарын бізге қойды. Одан да бөлек біз интернет алаяқтықтар бойынша да түсіндірме жұмыстарын жүргізіп кеттік. Біздің Түркістан облысы бойынша 951 орта мектеп болса, сол 951 орта мектептің барлығы 100% қамтылатын болады. Бұл акция әрине бүгін бір күнмен тоқтап қалмайды. Біз жыл бойына осы оқу жылы барысында келіп тұратын боламыз, және де басқа да өзекті мәселелер бойынша осындай лекция оқуды біз жалғастыра береміз деп. Мағжан Жұмабаев атындағы мектепке полициялар келді, жол ережесін үйретті. Мен енді жолда сақ болып жүремін.